Ассалаумағалейкум, қалың елім қазағым, армысыздар алталаш, алдарыңызда Серікжан Біләшұлы. Ендеше лекциямызды бастайық, бізбен бірге болыңыздар. Өткенде Назарбаев Тоқаевтық команданың басыбайлы құлдарының біреуі депутат Айдаспаннан шығарып, өзінің Путиншіл Ресейшіл екендігін дәлелдеді. Сөйтіп, Путиннің тапсырмасымен әртіс болып, өзінше Путиннен тәуелсіз адам сияқты болып, Путинге бағынбаған адам сияқты болып, әртістік болып, анығында Путиннің батыстан санкцияланған заттарын жасырын түрде батыстан әкеп, Путинге тықпалап жүрген, Путинмен батыстың ортасында делдал болып жүрген Тоқаев әлгіні өзінше жұмыстан кетірген сыды. Ал бұл депутат туралы біз айттық. Ол анығында Назарбаев кеткенде көзінен еңіреп тұрып қанды жасағатын анау ұйғыр Азат Перуашевтің партиясынікі. Ол Азат Перуашевтің орнына Қазыбек Иса деген алқаш ақын шықты. Қазыбек, біз Қытай тақырыбын көтергенде 2020 жылы мені соттауға 10 мың қазақтан қол жинап, ең соңында прокуратурадан өткізе алмай, бірақ есесіне Назарбаевтың көзіне түсіп депутат болған адам. Соның командасы. Яғни бұл Қазақстанда өтіріктен демократия бар деп, Еуропа мен Американы сендіруге арналған, бағытталған өтірік оппозициялық партия Ақжол. Ақжол емес, олардікі кәдімгі Назарбаевтың маймылдарының жолында жүреді олар. Кәдімгі бізде міне билеуші партиядан тыс, бізде бөлек тәуелсіз партия бар деген өтірік ұғымды халықтың санасына сіңдіруге. Еуропа, Америкаға бізде міне ұқсамаған партияларға рұқсат бар деген ұғымды сіңдіруге арналған партия. Енді қараңдар. Оны біз айтып қойдық. Енді қазір қазақты мына Украинға қарсы соғысқа жіберу үшін екінші бір идеологиялық дайындықты халықтың санасына тықпалап жатыр. Ол Путин жеңілсе, бүкіл дүниені зұлымдық басады деп сұхбат берген, Қазақстанға танымал, биліктің маймылы, дін тонын жамылған екі аяқты шайтан Зікірия Жандарбек. Білдей бір университетте сабақ беретін, білім ордасында ұстаз, қазақтың жас түлектерін улайтын, дінді кәдімгі жамбағыстың құралы қылған екі аяқты лағнетті мұнафиқ шайтан Зікірия Жандарбек деген кәрі түлкі бар. Сәбет сасыған, орыс сасыған, қазаққа теріс ағымдарды тықпалап жүрген бұндай шайтан енді аяқ астынан саясатқа кіріп, бір-ақ күнде саясатқа кіріп, ойбай Путин жеңілсе, дүниені зұлымдық басады, Украинада Путиннің жеңілгенін қаламайым деп сұхбат бере қалды. Бұл жерде не әңгіме жатыр? Бұл Зікірия Жандарбекпенен Путин бөлемеді, туыспеді. Ол анау Түркістандағы қазақ. Енді қараңдар, бұл жерде үлкен гап жатыр қазақтар. Қазақты орысқа көмекке әскер жібермекші. Мына Тамтымда бұрдап, жырдап, анау Қызылорданың адам бармайтын алынған 20 жігітті, анау Петропавл, Павлодарда орыс болып кеткен 50 жігітті жасырын Ресейге жұмысқа жібердік деп. Олардың Қазақстанда мүмкін бір кәрі шешесі, кәрі әкесі бар, басқа іздеушісі жоқ, сондайлар жіберді. Түрмедегі анау өмір бойына сотталған қылмыскерлер жіберді. Енді оның бәрі жетпей жатыр. Неге? Ресейде қару ұстайтын есі дұрыс адам қалмай қалып жатыр. 3 миллион орыс Қазақстанды қарусыз жаулап алып қалды. Мана бәленбай орыс Мексика арқылы, бүкіл Латын Америка арқылы Америка ашты. Қазір мына бүкіл Латын Америка, Бразилия, Аргентина, Чили, Венесуэла, Мексика бәрі орыс. Басып қалды. Мына орыстың арзан қызы, әйтті бетіне қарап жымиып қойсаң болды, көйлегін көтере салатын орыстың қызы, мына бүкіл оңтүстік Американың қоңырқай халқы қарық болды. Мына оңтүстік Америкалықтар өзін испан тектіміз, португал тектіміз дейді, бірақ бұлардың қанында қарада, жергілікті, қызыл терілі, баяғыда үндісте, азиатта, мына еуропалық ақтардықта бәрі қаны бар. Оңтүстік Америкалықтарды көріп өзін түсінбейсің. Біреу басы қазандай, беті табақтай, мен сияқты бас салып өзі қазақпысың десең, саған латынша сөйлеп тұрады, испанша сөйлеп тұрады. Бразилияңда, қараңда, қоңырыңда, қоңырқайыңда, әппағында, үлбірегіңде басқаның бәрі бар. Енді соған орыстар барып жатыр. Қарық бол, қатындарын тастап, орыстың қыздарын алып, одан қалғаны Америкаға тағысып, Америкада заңды заңсыз тексес арқылы кіріп жан таласып жатыр. Енді барып, бұдан әңгіме шығады. Орыста, онсызда әскерге жарамды адам қалмаған. Бүкіл әскерінде киім жоқ, дүниеде масқара. Путин өзі 250 мың долларлық шапан киіп жүр, әскерінде кәдімгі қыстың күнінде жұқа, атам заманында тігілген киімді киіп жүр. Ескі, қаруы ескі қару. Енді атамды танып жоқ, ана 50-60 жылы өндірілген ескі техникаларды соғысқа қолданып жатыр. Мынау буряттарды, сақаларды, мынау шешендерді көшеден ұстап армияға жіберіп жатыр. Ана Рамзан Қадыров деген өзі сол шешендерді өзі сатып шешен халқының қынадай қырған орысқа қол қылып ұстап отырған. Анығында Путиннің басыбайлы шынжырлы иті болған Рамзан Қадыров және оның айналасындағылар мына шешендердің санасын улап, ана албат айдаладағы украиндерге барып қырғын соғыс ашып жатыр. Рамзан Қадыров.
Рамзан Кадыров анығында дінден кетіп қалған. Бірақ бұлардың барлығы екі қарыс сақал қойып алады. Өздерінің бәрі қандары шығып кеткен, өз-өзінен ісініп кемініп бір батырсымақ болды. Атасының басы батыр. Олар бандит, қарақшы. Ана Путин бүйтіп жел беріп, сендер батырсыңдар деп барды қырылып жатыр Путин үшін. Арам өлді. Анығында зиян шегіп жатқан кім? Шешеннің қарапайым халқы. Әкелерінен, аға бауырынан, баласынан айырылып жатқан кім? Шешеннің қарапайым халқы. Енді қысқасы шешені де бар, басқасы да бар, көз ашып жатыр. Шешендердің шетелге қашып кеткен оппозициялары бұл шындықты ашкерелеп жатыр. Рамзан Кадыровтың қазір шешен халқының алдында бетпеден қалмай тұр. Тек айналасындағы бір жағымпаз жантақ солар. Өздері сондай кімде билік болса жағымпаздан жантақ, кімнің бір мерседесі болса, соған жағымпаздарын сөйтіп қалып, менталитет қалыптасып қалған, сол Рамзанның айналасындағылардың үгіт насихатымен тұр. Енді Путин міне әбден қансырап әлсіреп тұр. Жан-жағынан, қай жағынан қарасаң да Путин әлсіреп, өлейін, бітейін деп тұр. Ал Еуропа мен Америка Путиннің бір күнде соғысты тоқтатуына мұқтаж емес. Оларға соғысты соза беру керек. Неге? Америкадағы әскери қару-жарақтың қазір 3-тен 2-сі сатылып болды, 3-тен 1-і қалды. Қару-жарақ компанияларына қырған ақша бір. Екіншіден, Путин бүкіл планетадағы нөмір 1 бай адам. Біздің планетадағы нөмір 1 бай адам. Оның байлығына мына Американың президенті, Еуропаның олигархтары, мынау ешкім тіпті мемлекеттің шамасы жетпейді. Себебі мұнай мен газды дүниедегі ең үлкен экспорттайтын мемлекеттердің Саудиядан кейінгінің қатарында Ресей тұрады. Енді сол Путинді әбден әлсірету үшін соғысты созу керек. Сондықтан кеше ғана Соледарды алып тұрған Соледарды қайтадан Ресей қайтарып Путиннің майманасын тастып құтырып жатыр. Ой, Соледарды алды дейді. Соледар анығында бір құрттай қалаш. Енді қараңдар. Енді осы кезде Еуропа мен Американың мақсаты ол Ресейді бір қаржыдан құрту. Екіншісі ол Ресейде күнде өндіріп жатқан қару жоқ. Ресейдің қару-жарақ өндірісі тоқырауға түскен. Оларда зор көлемде өндіретін қару да жоқ. Енді қайтеді? Қару таусылсын деп отыр. Ең бастысы адам, қаруды ұстайтын, соғысқа баратын адам таусылды. Ресейде қазір соғысқа баратын адам азайды. Енді осындай түсте. Алдыда соғыс тағы да 2 ай 3 ай жалғасқаннан кейін Ресей ОДКБ-ны міндетті түрде ОДКБ-дағы әскери келісім бойынша сен маған қауіп төнді, сен енді әскер жібересің дегенге барады. Содан қазақтардан қолдан жасаған Вагнерлер сияқты, қолдан жасалған ұйымдар Ресейге соғысқа баратын болады. Қазақстан өкіметі ресми түрде армияны қатыстыру да мүмкін. Себебі ОДКБ-ның құрамындағы ел. Ортақ әскери қорғану келісім шартының құрамындағы ел. Енді қайтеді. Халықтың санасын соған бейімдеу керек. Үгіт насихаттың ескі советтік жолы. Халықтың құлағын үйрету керек. Ол қалай? Алдымен бір депутаттан сөйлетіп қояды. Одан енді міне Зикрия Жандарбек деген екі аяқты шайтан арқылы мынау Ресей болмаса адамзат өркениеті құриды дейді. Ресей бүкіл мына батыстың зұлымдығынан адамзатты сақтап тұрған сол құдіретті ұлы Ресейдің арқасында біз аман қалып тұр екенбіз. Бұның барлығының астарында үлкен тактика жатыр. Ертең қазақтарды Украинға соғысқа жіберуге, Ресей үшін құрбандық, қазақтың жас жігіттерін жіберуге бұлар дайындалып жатыр. Лайк басқаннан неге аясыздар? Саусақтарыңыз 10 тонна болса да. Лайк бассаңыз, шындан көңіліме бір келді.